15 минутта жент істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Оңай және тез дайын болады. Талқанымызды аламыз. Оған ұзгыншонка молоко салатын боламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды да салып алатын боламыз. Әптен араластырып, әселімізді салып, әптен өзіне келгенше араластыратын боламыз. Бір-біріне жабысқанша. Үйде қандай форма бар, соған салып, дайындап қойған талқанымызды формаларымызға салатын боламыз. Ауызашар істейтін болсаңыз, дастарханыңызға ұсынсаңыздар да болады. Сәнін ашып тұрады. Менің небәрі 15 минутымда ғана алды. Морозилкеге қатқанша қойып қойдым. Ал оған дейін қалған жентімізді домалақтап қоятын боламыз. Мен сіздерге 3 түрін көрсететін боламын. Домалатып, осылай әдемі видін ашып тұрады дастарханның. Алып қатқаннан кейін осы кезде шоколадымызды ерітіп формаларымызға құятын боламыз. Шоколадымызды біртіндеп құйып шығатын боламыз. Мен микроволновкаға ертіп алдым шоколадымды. Содан кейін мен мешокқа құйдым. Формаларымызға құйып шоколадымызды, жентімізді біртіндеп қойып шығатын боламыз. Қалған шоколадты бәңгілік домалақтағы істегендер үстіне әсемдік үшін пайдаландым. Қалауларыңызға қарап, неше түрлі формамен істесеңіздер де болады. Осындай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біріншілерден көру үшін өз ойыңызды жаза кетіңіз. Рахмет.